Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қайырлы кеш, қымбатты көрермен. Өңірімізге танымал әнші Медет Тұзбаев. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Қонақжай студиямыздың төріне жағасыз. Рахмет. Шай ала отырыңыз. Рахмет. Медет мырза. Енді қош келдіңіз. Сізді мен студияның төрінде көргенге қуаныштымын бүгін. Мен де қуаныштымын. Мен біраз жылдан бері өзіңізді танимын. Талдықорған әуендерінде жүрген кезіңізде мен сіздің әндеріңізді жақсы тыңдайтынмын. Рахмет. Бірақ соңғы кезде сіз мына көрінбейсіз. Қазір көрінбей кетті. Ал, неге? Көрінбей кеткеннің бір үлкен себебі бар. Өйткені мынау әкімшілік жұмысқа, басшылық жұмысқа көбірек көңіл бөлгендіктен қазір біз сол сахнада болып жатқан дүниелердің артында жүріп соны ұйымдастыратын болдық. Соның жанында басы қасында жүреміз. Сахнаға шыққанға кішкене өнеріміз кішкене кенже қалып қалған жағдай бар. Иә, Данияш Жақышев атындағы Жетісу облыстық филармониясында қазір басшылық қызметте екеніңізді білеміз. Иә, директор орынбасары. Иә, Алматы облысы екіге бөлінгеннен кейін Жетісу облысында филармонияның құрамы қайта жасақталды. Міне бір жылдың төңірек болып қалды, иә? Ашып кетті бір жылдан. Асып кетті, иә. Енді қазіргі таңда қандай бағытта жұмыс жасап жатсыздар, қандай байқауларды ұйымдастыру ойда бар, жалпы немен жоспармен бөліссеңіз? Ой, жоспар деген керемет. Алла қаласа, мына 2024-ке үлкен жоспар құрып отырмыз. Бұрын соңды мына Алматы облысы болып тұрған кезде Сүйінбай атындағы филармония болып тұрды ғой. Ол кезде біздің мынау құжатымызда конкурс өткізетін бізде не болмайтын, пункт болмайтын. Биыл біз Жетісу облыстық филармониясы Данияш Жақышев атындағы екі конкурс, республикалық екі конкурс өткізсек па деп отырмыз. Оның біреу Данияш Жақышев атына республикалық Данияш Жақышевтың әндерін өткізейік деп отырмыз. Содан кейін күйшілердің конкурсын өткізейік деп отырмыз. Одан кейін мына Жетісу облыстық филармониясы жасақталғалы бізде үлкен жаңалықтар болып жатыр. Бұрын соңды болмаған Жетісу өңірінде қазір симфониялық, эстрада симфониялық оркестр ашылды. Онымен үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Алғашқы бірнеше концертін беріп те үлгерді. Көп жаңалықтар. Әзірге осы. Біз менің Алматы облысына, енді бізде көп мықтыларды филармониясы Алматы облысына кетіп қалып деп жатады. Қаншалықты шындық, жалпы бізде қазір әншілердің деңгейі қандай? Жоқ, ондай. Бізде де мықтылар бар. Көп мықтылар кетіп қалды деп айта алмаймыз. Бізде де мықтылар бар. Қазір жаңадан мықты қыз жігіттер жасақталып жатыр. Жаңадан маман. Енді адамның орнын адам басады ғой. Бізде қазір филармония құрамы, жалпы, сіз енді әншілерді айтып отырсыз ғой, әншілер дейсіз. Жақсы құрам жасақталды, әншілер ұжымы өте мықты қазір. Жас әншілер келді, мынау жан жақтан әншілер алдырып жатырмыз қазір. Енді біздің Жетісудың дәстүрлі әннің бренді бар, өзіміздің Бейбіт Мұсаев бар. Одан кейін Сай Есенгелдинова, дәстүрлі ән жағын айтатын болсақ, Құралай Шаяхметова, мына кімнің Данияш Жақышев атамыздың төл шәкірті, жаңағы Абылайхан Қармысов, ол кісілер қазір музыкалық колледжда мықты-мықты шәкірттер тәрбиелеп жатыр. Алла қаласа сол шәкірттер де келеді. Эстрадалық әншілер келіп жатыр, жас буындар келіп жатыр қазір, жаңадан клиптерін түсіріп жатыр деген сияқты жақсы жұмыстар істеліп жатыр. Мықты, кіл мықтының бәрі Алматы облысына кетіп қалып, бізде осал болып қалды деп айта алмаймын. Жақсы біздің состав қазір. Ал енді Медет аға, өзіңіздің негізгі мамандығыңыз қандай? Негізгі мамандығым, мен мынау Қанабек Байсейітов атындағы саз колледжінде үрлемелі аспаптар бөлімін бітіргем. Ұстазым Нұрлан Нұрасылович ту аспабын бітіргем негізі. Кейін университет оқыдым, үрлемелі аспаптар бөлімінде оқыдым. Бірақ енді ту аспабын мен жақсы оқып бітірдім, 4 жыл, кейін университет оқыдық қой. Бірақ та мен ол салада істей алмадым, өйткені мені сіздер білесіздер, мен жан жақта араласып, қайнап жатқан ортада жүрген жақсы көргендіктен, тек қана барып оркестрда отырып қайтқан мен көңіліме сыймады. Сізге жат болды дейсіз ғой? Жат болды маған. Соңғы кезде енді инста парақшаңыздан көріп жүрміз, WhatsAppта көріп жүрміз, шараларда өлең оқып жүр екенсіз. Ол қасиетіңіз бұрыннан бар еді негізі, әншіліктен бөлек? Бұрыннан бар. 2007-2008 жылдардан бастап сондай поэзияға деген қызығушылығым басталды. Енді мен
мынау осы поэзия жолындағы ұстазым, осы қазіргі Бикен Римма атындағы драма театрда актриса бар, Жаңыл Мирсимова деген, барлықтарыңыз танисыздар. Біздің өткен бағдарламаға келіп кеткен. Қонақ болды. Келіп кеттім. Сол кісі менің тікелей ұстазым, осы поэзияға үйреткен. Одан кейін тағы бір ұстазым бар, қазір топовый, мынау алғашқы топтағы актер Олжас Абай деген өзіміздің жерлес, менің досым. Сол мына академия қабырғасында жүрген кезде өзінің алған білімін жанында жүріп, маған сіңіріп жүрді. Поэзияның не екенін, қара сөздің не екенін түсіндіріп. Содан басталды, әлі күнге дейін тастаған жоқпын. Қызығушылығыңыз бар ма негізі? Өте жақсы көремін. Енді өлең оқуда ұстаздарыңыз мықтылар екен. Біздің көрерменге енді бір өлең оқып берсеңіз, сөзімізге дәлел берсін. Ойбой, қайсы бірін оқып берейін. Қайсы есіңізде бар? Өлең оқитындардың Есімде барлығы бар қазір. Ойланып жүрейін. Енді бар ғой, анау Ильяс Жансүгіров атамыздың мынандай сөзі бар. Өз елі, өз ерлерін ескермесе, ел тегі қайдан алсын кемеге келді дейді. Сол сияқты өзіміздің мына Жетісу газетінің бас редакторы Жұматай Оспанұлы ағамыздың жұлдыздармен сырласу деген бір өлеңі бар. Соны оқып берейін. Жаншығанда көкірегімді басып мұң, ай нұрымен шымылдығын ашып түн. Меніменен сыр бөліскендіктен мен әйтеуір жұлдыздарға ғашықпын. Ей жұлдыздар, түннің сан мың шырағы, тарқамадау саған көңіл құмары. Шаршағанда текетірес өмірден сендер жаққа кеткім келіп тұрады. Осылай деп сыр айтады кейбір ой, пайда соның тер болса мейлі ғой. Ей жұлдыздар, біздің нағыз шын өмір рас болса сендер жақта дейді ғой. Ал жер болса талас, тартыс мекені, у-шуымен солқылдатқан шекені, көк аспанның тыныштығын сезгенде менің жұлдыз болғым келіп кетеді. Азан қазан, бір кездегі бүтін жер, аңқан ұрып көз ашытқан түтіндер. Мен осының жалғайын бәрінен, оған дейін, ей жұлдыздар, күтіңдер деген екен. Жұматай ағамыз. Керемет, біздің ағаның өлеңдері де керемет қой. Керемет. Енді жалпы өзіңіз қалам тербейсіз ба? Қалам тербеуге жүрексініп жүрмін, шынын айту керек. Ойым бар, ниетім бар. Мен өзім бала кезден, мен жеке кітапханам бар өзім. Бала кезден кітапқа өспін, бірақ та қалам тербегенге әлі ертерек бар. Негізі қабілет бар ғой ақындық кішкене. Бар, сезем. бірақ жүрексіну бар дейсің кішкене. Өлең жазғаннан гөрі мен бір өзімде ойым бар, болашақта бір кішігірім бір әңгімелерден бастасам ба деп бір сондай бір ойым бар. Бірақ та білмеймін, уақыты келер бастаймыз. Енді сол жаңағы жүрексініп жүрмін деп айттыңыз ғой. Ақын жазушылардан ақыл кеңес алып көріңіз, қалай бастап кетсем екен, бір ойым ниетім болып жүр деп. Орталықтары бар. Бар. Жашырудағы. Мына кім өзіміздің енді алысқа бармай-ақ қойып керемет ақын бар ғой, Жангелді Немеребаев деген. Енді өте терең ақын. Өзі бауырым, досым, мына музыкальный колледжде старшагым болған, бізден үлкен. Сол Жәкеңмен бір сырласқам, Жәке, менде бір ойым бар, осындай бір жазсам ба деген, бірақ білмеймін, бір жүрегім дауаламайды десем, өз солай келеді дейді. Толғанып, содан ақырындап шетінен бастайсың дейді. Өз сәті келеді, уақыты келеді дейді. Сол сәтті күтіп жүрміз енді қашан. Күшті екен, ақын болым десең, ақын боласың. Өзің шешесің. Негізі кәсіби әншілікті оқыдыңыз ба? Кәсіби әншілікті оқымадым. Кәсіби әншілікті оқымадым. Біздің отбасымызда әнші жоқ. Әкем де шешем де ән айтпайды. Менен үлкен бір ағам бар, екі қарындасым бар, оларда өнерге жоқ. Бір өзі бір отбасыда бір ерекше бала болды, сол ерекше бала болып өстім мен өзім. Спортқа да ыңғайым келді, сабақты да жақсы оқыдым, әнді де оқыдым, биледім кезінде. Сол сияқты кәсіби мамандардан сабақ алдым, бірақ кәсіби әншілікті оқыған емеспін. Бұл айтқанда табиғатынан ғой, біз қырдың баласымыз ғой, қоғалы өңір білесіз ғой, тауда іші. Сол тауда жүріп, атқа мініп сөйтіп, ән айтып сөйтіп. Жаңа аспапта оқыдым дедіңіз ғой, бізде. Негізі сол кезде ол аспапта емес, әншілікті таңдауға, жеке дауыста ән орындау деген факультеттер бар ғой, мамандықтар. Соны таңдауға болмады. Енді ол кезде білмедіңіз ба? Қызық болды енді, мен 17 жасымда келдім ғой енді. Мектеп бітіріп осында келдім, содан кейін біздің ол кездегі уақытта біздегі басты мақсат осы қалада бірдеңе қалып қою болды. Шынын айту керек. Қайтадан ауылға кетпей дейсің ғой. Ауылға қайтпау керек болды. Содан музыка колледжға келдім, сол кезде өзіміздің ағамыз Дәнеш Рақышев атамыздың шәкірті Шыныбаев Серік болған, сол комиссия мүшесінде болды. Сол домбырамды құшақтап алып келіп, домбыраммен Тоқтар Серіковтің бір екі әнін айтып едім, ей сен жақсы әнші екенсің ғой деп. Сонымен домбырамен ән салу классына түстім. Содан бір-екі жылдан кейін ары қарап бері қарап, ол кезде Серікбол ағамыз кетіп қалды, бір
сол класс өзі дұрыс дамымай тұрған. Соны алып біреулер азғырып, сен духовой кетіп қал, кейін военный оркестрда ойнайсың, ол деген керемет деп. Бүйтіп ауыстырып жерді емес пе? Әйді сол жалғастыра беретін емес қой. Бірақ та әнді қатар алып жүрдім мен. Сол колледж қабырғасында жүргенде де конкурстарға қатысып, менікі негізгі конкурстарым, алған гран-приларым, бірінші орындарым бәрі патриоттық әндер екен, негізі. Мен өзім мынау характерім соған, мінезім соған келе ма, әйтеуір бүкіл алған конкурстарым, марапаттарым сол патриоттық әндерден алыппын мен. Қызық, бірақ енді лирикаға да бармыз. Негізі домбырада тартады екенсіз, жаңа өзіңіз айтып отырсыз. Дәстүрлі ән орындайсыз ба? Енді сол дәстүрлі ән дегенге баяғыда мән бермеппіз ғой. Кейіннен осы кәсіби ұжымда істеп, осы дәстүрлі әншілермен араласа бастағаннан кейін менде қызығушылық артты. Мен бала кезден терме айтып өстім өзім. Термеге сондай әуес болды. Енді қазір қырлар ашылып қазір өзі мына терме деген дүние кенжелеп қалды, шыны керек. Біз 90-шы жылдары осы термені жақсы тыңдайтын елдер. Қазір мына хип-хопқа жаңағы неше түрлі заманауи соңын кетіп қалды ма жастар. Біз терме тыңдап өстік. Содан кейін терме айтатын, енді соны қазір қайтадан қолға алып дамытсам ба деп, сол өзіміздің Бейбіт Мұсаевқа қол қасап жүрмін. Сенің артында шәкірт қалмайтын болды ғой, ең құрғанда мен шәкірт болайын да. Кейін айтып жүрген жерінде Бейбіт ұстазым деп, сол Бейбіттің шәкіртімін деп, әні бастаймыз, міне бастаймыз деп, соған күйбең тірлік жұмыс, соған қол тимейді, кірісе алмай жүрміз. Бірақ сол мынау неміз көп. Сылтауымыз көп. Сылтау көп енді, шын айту керек. Бірақ қолға алуға болады. Болашақта алсам ба? Қолға алсам ба деген ойым бар. Бірақ енді ол керемет бір сахнаға шығару емес. Кез келген қазақтың азаматы ортада бір қазақтың термесін, қазақтың дәстүрлі ән, жаңағы Сәдіқожа Мошанның Сары бидайын айтуға тиіс па деп ойлаймын өзім. Өнерде жүрген. Өнерде жүрген әрбір азамат орындау білу керек дейсіз ғой, иә? Мен өз басым, енді сіз домбыра тарта алады екенсіз, иә? Жангелді ағадан жаңағыдай ақын өлең жазуды меңгеріп алсаңыз, суырып салма бір ақын шығады. Алтын домбыраға бар, жетісу облысының атынан Жандарбекке кәдімгі конкурент дейсіз ғой. Енді еш нәрсе кеш емес екен кейінгі кезде түсініп жатырмыз ғой, кез келген уақытта қолға алса алып кетуге болады. Ең бастысы ниет, бәрі келеді, ниет қой енді. Енді жаңа филармония туралы қайтадан жұмысыңызға ауысайық. Жалпы сіздер көп шаралар дайындалып жатырмыз, ұйымдастырып жатырмыз деп жатырмыз. Еліміздегі мына су тасқынына байланысты қазір біраз шара кейінге қалдырылды. Енді сіздер қазір қалай жұмыс жасап жатсыздар? 9 мамыр келе жатыр, 1 мамыр келе жатыр дегенде. Енді карантин, 2 жыл карантинде де тоқтамай жұмыс жасадық қой. Қазір Аллаға шүкір. Мына су тасқыны болып жатқан жаңағы облыстарда да бізде жаңа бір күндік жалақымызды аударып өзімізше мекеме болып көмек көрсеттік. Алла оларға сабыр берсін. Бірақ та қазір оңалып жатыр деп естіп жатырмыз, қуанып жатырмыз. Су саябырсыпты, жаңағы тартылыпты деген сияқты. Бірақ филармония жұмысын жалғастырып жатыр. Өткен жолы ғашықтар мерекесінде бір керемет кеш көрдік, кеш жасадық, қойылым. Одан кейін бізде Сазген мен Адырын ансамбль кеткеннен кейін Жетісу саз деген ансамбль құрылды ғой. Жетекшісі жаңағы Тұрсхан Төкенқызы Қарақожаева. Сол кісілердің ұйымдастыруымен Анажан деген тақырыпта бір керемет, бір сондай бір заманауи стильде бір керемет кеш бердік. Одан кейін де қазір тоқтап жатқан жоқпыз. 1 мамыр халықтар достастығы күніне және 9 мамыр жеңіс күніне түсірілім концерт дайындап жатырмыз. Яғни экран арқылы өзіміздің филармонияда сахнамызды безендіріп, қазір дайындық үстінде бұйырса сенбі күні түсірілімді бастаймыз. Солай амалдап жатырмыз. Халық тікелей барып көре алмайды ғой енді. Тікелей барып көре алмайды, бірақ халыққа береміз, эфир арқылы береміз. Әзірге солай жұмыс жасап жатырмыз, бірақ болашақта жоспарларымыз көп, әлі небір проектілер, небір іске асыратын шаруалар өте көп. Болашақта көре жатарсыздар, міндетті түрде. Енді өзіңіз осы басшылық салаға келгеніңізге де біраз болып қалды ғой, иә? Қандай өзгеріс алып келдіңіз? Өзіңіздің идеяңыз қандай? 7 жыл болды. Біраз уақыт болыпты. Мен Талдықорған әуендері ансамблінде 3 жыл жетекшілік жасадым. Шығармашылық кенжелеп қалатындай болыпты ғой, иә? Болды, сол ғой. 3 жыл жетекшілік жасадым Талдықорған әуендері ансамблінде, оның алдында әнші болдым ғой. Содан кейін Сүйінбай атындағы облыстық филармонияға мен 2019-дың қаңтарында келдім. Содан бері 5 жыл өтіпті. Содан бері мен 1 жыл көркем жетекші болдым, 4 жыл болыпты мен директор орынбасары болып жұмыс жасап жүргенмін. Мына өнер жағы кенжелеп қалатындай болды, бірақ та бір жағы болса, бір жағы бар ғой енді.
бірақ осы әкімшілік жұмыста ұйымдастыру шарасында көп тәжірибе алдым деп толыққанды айта аламын. Өйткені бұл да керек екен. Тек өнерді ғана ұстап жүре берсе, біз мына жағын білмейді екенбіз. Сол үшін ұйымдастыру жағынан көп дүние жасап жатырмыз. Болашақта да жасалады деген ерекшеліктер енгізіп жатсыздар. Енгізіп жатырмыз. Ертеңгі күні ала берсе үлкен қызметке бет алатын кезде жақсы мектеп болып тұр бұл сізге. Өте жақсы мектеп болып тұр, Алла қаласа. Оның бәрі мектеп қой. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, лирикалық әндерді де орындаймын деп жатсыз. Патриоттық әндерден конкурстарға қатысып бірінші орын алып, патриоттық әндер жаныма жақын екен деп жатсыз. Енді той әндері қалай болып тұр? Той әндері не болып жатыр? Той әндері де тоқтамай жатыр, жақсы, Аллаға шүкір. Басқа сазға, сіздер білесіздер. Анау той құдайдың қазынасы деп айтады ғой. Қазақ болған соң қазақ бар жерде той бар, той бар жерде ән бар. Ән бар жерде мен бар. Ән бар жерде медет бар. Тойдың әндері шүкір қалыс қалып жатқан жоқпыз. Одан кейін мынау сұраныс болған жерге бармасқа тағы болмайды. Сұраныс болғаннан кейін шақырып жатқаннан кейін, халық қалап тұрғаннан кейін барамыз, тойды да қалдырып жатқан жоқпыз, бәрін үлгеріп жатырмыз. Кез келген әншінің белгілі, хит бір әні болады. Сіздің енді барған жерде қандай әніңізді сұрап жатады, бойтұмарыңызға айналған әніңіз бар ма? Сұранысқа ие болып жатқан. Енді қазір айтсам қызық болатын шығар, бірақ менің осы той саласындағы Каракум деп ше? Каракум ол да бар. Той саласындағы мені сұранысқа ие қылып отырған қазір мынау 80-90 жылдардағы хит әндер. Орысшасы бар, қазақшасы бар. Поппурисы. Поппури ғой енді. Основной негізі хабарласады да, сол сіздің осындай бір 80-90 жылдары бір керемет бір мынау би блогын жасап беретін сондай бір әндеріңіз бар екен ғой деп. Сонымен 80-90-ды жаңғыртып жүрміз қазір. Гонорар қанша? Жасырын болмаса. Ой, енді халқына айтпай-ақ қойын, бұйырғанын алып жүрміз деп айтады. Андай әке, көке, таныс дегендерге бара бересіздер ма деген ғой? Ол онсыз болмайды ғой. Онсыз болмайды. Ол жүргеннен кейін осы салада айтасыздар. Жүргеннен сонан кейін бармасқа тағы болмайды. Ол ойбай мен бәленшем осындай гонорар төле деген сияқты емес. Бірақ рахметін айтып жатады ғой енді артынан. Болады, рахметін айтатындар бар деп қойсайшы. Рахмет айтпай, үлкен рахмет деп қол алып шығарып салатындар да болады. Кездеседі ғой, үлкен рахмет деп шығарып салатындар да болады. Дегенмен де өнерді бағалайды деп ойлаймын енді біздің қазақ. Бағалайды. Қазір соған келді қазір бағалайды дегенмен де ше. Еңбек қой. Еңбек, содан кейін мысалы 300 адамға үлкен мереке той болып жататын болса, 300 адамның алдына шығып, сол 300 адамның көңілінен шығу деген былай айтқанда үлкен энергетика. Энергия бересің, қанша уақытың біріншіден сен бала шағаңның жанында жатып, балаңа бір-екі Абайдың өлеңін үйрететін уақытың сен соларға арнайсың деген сияқты. Бұл үлкен еңбек, сол үшін еңбек кез келген жерде бағалану керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Төгілген маңдай тердің ақысы болу керек. Болу керек. Әрине. Негізі енді әу демейтін қазақ жоқ қой. Қазіргі біздің қоғамда өзіңіз біліп жатсыз. Әншімін деген жастар көп пе? Біздің облысымызда, эстрадамызда болсын, әншіміз деген жастар көп. Енді оның бір себебі әлеуметтік желі арқылы тез танылып кету ма деп ойлаймын енді өзімше. Өйткені тиктокқа салып біреуден кавер орындап, тиктокқа салып ертеңгі күні өзін әншімін деп жатқан жап-жас балалар қаншама. Енді сондай әншімін деп айтып жүрген жастардың ғұмыры сіздің ойыңызша ұзақ бола ма, жоқ әлде міндетті түрде кәсіби білім алып, сіздер сияқты үлкен филармониядай ортаға келіп, мектептен үйреніп, бір ортаға түсіп қайнап, содан кейін барып өзін толыққанды әншімін деп айтқан дұрыс па? Кәсібилік деңгейде. Енді былай айтайыншы, мысалы қазір көз тірі Нұрғали Нүсіпжанов ағамыз бар. Ол кісі ешқандай мектеп көрмеген. Одан кейін көз алдымызда жүр ғой, мына Бақберген Асқарбеков ағамыз. Ол кісі де бір керемет. Ол кісі мына далада жүріп, Дәнеш атамыздың жанында жүріп, тәлім тәрбие алып, сөйтіп халыққа танылған адамдар. Сол сияқты мына таза табиғатынан берген, баяғыда бір ұстазымыз айтатын, мына Аллах тағала берген дүниені не болады? Сол болады, тек қана оны дамытасың деп айтатын. Сол үшін де табиғаттан берілген дүние болса, шын талант болса, неге танылмасқа деп ойлаймын. Қазір мысалы үлкен телеарналарда қазір айтып жатыр ғой, мынау таныссыз танылған таланттар деп қазір сондай бір рубрикалар шығарып жатыр да. Негізі ол дұрыс деп ойлаймын. Өйткені біреуде оқуға мүмкіндік бар, әр түрлі жағдайлармен, мысалы мен мысал келтірейінші, 9-шы класс оқып бітіретін кезде
менің ұстазым мектеп директоры болды өзі. Бір ағайынымыз алыс. Сол кісі келіп, менің әкеме келіп, ей Таңатар, мына балаң жанып тұр. Осы баланы дәл қазір Алматыға барып, Чайковскийге барып түсіріп жіберейікші деген кезде, ой, ол медет кетіп қалса малды кім қарайды деп. Сонда малды ойлап тұр. Сіздің болашағыңыз деп. Иә, малды кім қарайды, ол кетіп қалса қайтеміз деп ше. Содан кейін жарайды деп 11-ші сынып бітіретін кезде әке енді мен түсейін, кетейін десе, мен қайтеміз енді көрейік енді деп. Соның өзі содан біз сөйтіп қалаға қашып келіп оқуға түсіп, бағымыз жанып, грантқа түсіп кетіп, сөйтіп амалдап сөйтіп шығып кеттік қой. Ал енді қаншама жас жігіттер оқуға түсе алмай әртүрлі жағдайлармен танылмай жатады. Неге қазір мүмкіндік пайдаланбасқа, неге TikTok арқылы, Instagram арқылы танылып көрінбеске. Сонан кейін жаңағы айтып отырсың ғой, ғұмыры ұзақ па, өзіне байланысты. Өзіне байланысты. Аха. Ал кейінірек өзін танылып алғаннан кейін міндетті түрде жақсы кәсіби мамандардан сабақ алып өз-өзін дамытса, ол өзіне байланысты деп ойлаймын. Бірақ жақсы әншілер, жақсы шын таланттар шығып жатыр. Біздің өзіміздің облыстарда арттан келе жатқан інілерге мен дән разы боламын. Көпшілік бөліміне. Кейбіреуіне енді Әттеңе деген моменттер болады. Менімен толық келісемін, өйткені қазір әлеуметтік желі үлкен мүмкіндік болып тұр жастарға да, жалпы ауылдағы жаңағы талантты ағайынға да. Мен өзім білем, танимын, кәсіби мықты оқыған, консерваторияда оқығанда жаңа кәсіби әншілер бар, бірақ аттары әлі танылмағандар. Ал әлі оқымаған 9-шы сынып, 3-ші сынып оқып жүрген балалар да атағы жер жарып жатыр ғой. Сондықтан әлеуметтік желіні пайдалану керек. Пайдалану керек, содан кейін бір қоса кететін нәрсе, мына қазір хайп деген дүние кішкене хайп деген дүниеге қатты кетіп қалып жатыр да. Оны қуаламау керек дейсіз ғой. Хайп деген дүниені қуалап танылу үшін бір жат қылықтарға барудың қажеті жоқ. Кейде өзіміздің мына интернет желілерінен қарап отырасың, қабат деген ай деген дүниелер көп болады. Танылу үшін көп бір абыройын төмендетіп, соған бір адам қылығына сай емес дүниелерге баратын нәрселерді, ол нәрселерден алыстау болу керек деп ойлаймын мен өзім. Ол шын талант танылам десе, ондай қарап пиарсыз-ақ, хайпсыз-ақ танылған. Қазір мысалы көріп жатсыздар ма, Жас Дәурен деген әнші шықты, мына Батыс Қазақстан Оралдан шыққан әнші, мына Юра Шатуновтың дауысына келетін. Я подарю тебе ландыши деген. Бүкіл СНГ тыңдап жатыр қазір ше. Қандай керемет жас. Қандай қаралым жинап жатыр дейсіз. Ол біздің неден екенін білмейді екен, батыстан екен, бірақ та сол шетелден екен деп ойлаймын. Оралдың жігіті өзіміздің қазір бүкіл Ресей, мынау алыс жақын біз өзіміздің көршілес мемлекеттердің бәрі таң қалып тыңдап жатыр. Астында комментарийлерін оқысаңыздар ғой, тек андай жақсы пікірлер жазылып жатыр. Енді жаңағыдай ауылда мал бағып қалған балаларға, бабалардың айтқанын тыңдап, ол кісілерге үлкен мүмкіндік ашып жатыр дейміз ғой. Солай болып тұр ғой. Енді жеке шығармашылығыңызға ойсайық. Өзіңізде жеке өзіңіздің шығармашылығыңызда қазір қандай жаңалықтар болып жатыр? Қандай әндер жазып жатсыздар? Авторлық әндер? Енді жеке шығармашылық кенжелеп қалды деп толыққанды айтуға болады. Мынау жаңа бағдарламаның басында кездесумен қоштасу деген әнмен бастадым. Ол біз үшін ретро ән болып қалды, білесіздер. Біз бұны студент кезімізде Құрмаш Маханов ағамыз айтқан кезде, біз соны жаңа кафелерде, басқа жерлерде айтып, өзімізше сөйтіп жүретінбіз. Сол өткен жолы мынау қазіргі Жетісу облыстық мәдениет басқармасының басшысы Қуаныш Сұлтанұлы ағамызға мың рахмет. Өткен жолы мынау ғашықтар күнінің концертінде, ей Медет, сенің өнерің кенжелеп бара жатыр, осы әнді сен айтып шықсаңшы деген кезде мен кішкене қарсылық білдіріп, ой Қуаныш Сұлтан, мен шықпай-ақ қояйын енді деп едім. Шығасың, сен сахнаның адамысың, сахнаға шық деп осы әнмен шығарған болатын. Сахнаға шыққаннан кейін барып, басқа да әріптестерім бар, интернет желісіндегі пікірлерді көріп, таң қалып қалдым да. Сахна менікі ғой дедіңіз. Сонда мені күтіп жүрген, мені сағынып жүрген көрермен, тыңдармандарым бар екен ғой дедім. Содан бері біз өзіміз таң қалдық қой сол кезде. Қазір енді ойлап жүрмін, ақырындап сол мынау шығармашылықты қолға алып, екеуін қатар ұстап жүрсе дұрыс екен деп ойға келдім. Бірақ та білесіз, әкімшілік жұмыс, тынымсыз жұмыс болғандықтан қол тимейді. Бірақ та дегенмен де күнде бір 2 сағат болса да бәрі қолда тұр, былай айтсаңыздар. Негізгі мақсат әншілік қой? Жоқ, негізгі мақсат әншілік емес. Басшылық па? Негізгі мақсат осы Жетісу мәдениетіне еңбегім сіңіп, осы Жетісу өңірінің мәдениетін көтеру. Атсалыссам, сол осы ұйымдастыру жұмыста, басшылық жұмыста еңбегім сіңсе деген ойдамын. Бәрекелді. Керемет, әрбір азаматтың парызы. Енді білеміз ғой, диапазоныңыз кең, әдемі әндерді орындайсыз, талай
сізді сүйіп тыңдайтын облысымызда қаламызда тыңдармандар өте көп. Сол тыңдармандар сағынып қалды енді. Сіз қанша дегенмен қанша уақыт әкімшілік қызметте 7 жыл жүрдім деп жатсыз. Енді осы 2024 болмаса келер жылы 2025-те бір жеке ән кешін өткізу ойда жоқ па? Медет Тұзбаевтың жалпы өткіздіңіз бе ән кешін? Медет Тұзбаевтың осындай деген шығармашылық кеші деп. Біраз жыл болды ғой жүргеніңізге? Біраз жыл болды. Сахнада жүргеніме өте көп болыпты. Негізі ойда бар. Сіздер екеуіңіз отырып кәдімгі біраз дүние қозғадыңыздар. Негізі мен ойламай жүрген нәрсені ойлатқызып отырсыздар сіздер. Шығармашылық кеш деген керемет қой, үлкен жұмыс. Оған үлкен дайындық керек. Бірақ анда-санда бір ойлап қойым осы. Менің де бір тыңдармандарым бар ғой. Болашақта бір шығармашылық кешін өткізсем ба деген. Сізге анандай шығармашылық кеш жарасатын сияқты, лайв шығармашылық кештер болады, кәдімгідей оркестр бэндпен отырып. Иә, содан кейін өткізгеннен кейін де бір ерекше дүние өткізген. Мен сол қазіргі ұжымыма да айтамын да. Біз кішкене креативке қарай, сіздер неге ән кештеріңізді болсын, басқа дүниеңізді басқа кештерден бөлек қылып өткізбейсіздер? Қайталанбайтындай, иә? Қайталанбайтындай. Мен өзім сондай жақсы көремін. Бір ерекше дүниені көрсем, соған қызығып тұрамын. Сол үшін де мен жаңа ән кешімді өткізсем де, ол тек қана ән кеш емес. Ол кәдімгі халықпен қарым-қатынас, әңгіме, содан кейін поэзияны кіргізсе ішіне жаңағы монологты кіргізсе, ішіне қара сөзді кіргізсе, бар өзімнің өнерімді сол сахнада көрсетсем, тек қана әншілік шығып, ән айтып, келесі әнім мынандай деген дүниеден қашу керек деген ойдамын ше. Сол үшін де өткізсем де болашақта сол ерекше стильде, ерекше форматта өткізім келеді. Оған кәдімгідей үлкен жұмыс керек. Былай айтқанда қиялдау керек болып тұр. Енді қазағың бәрі қолыңызда. Өткізем десеңіз сіздің қолыңызда тұр. Жас келсе іске дейді ғой қазақ. Дегенмен де осындай бір ерекше концерт өткізу арқылы сіз жаңағы ізіңізді басып келе жатқан жастарға үлкен сабақ болады, тәжірибе болады. Сол. Енді шығармашылықтан бөлек отбасыңызда ойласақ, жалпы қанша әйеліңіз, қанша балаңыз бар дегенде. Қанша әйеліңіз? Жалпы әйеліңіз өнер саласына жақын ба? Қанша әйеліңіз деген? Қалжың ба? Қазір қойыла беретін сұрақ қой. Иә. Құдай берген бір әйелім бар. Мойындаймын. Иә, мойындаймын. Құдайдың берген 4 балам бар. Көп балалымыз, Аллаға шүкір. Мен өзі кішкене жайырақ үйлендім, бірақ та өзім менен бұрын үйленгенде қуып жеттім. Бірақ балаларым ұсақ, 3 ұл, 1 қызым бар. Иә, анау қызымды интернет желісі арқылы бәрі біледі. 3 жыл қатарынан Инстаграм парақшамда Хадиша мен түнгі шай деген рубрика жүргіздім. Көрген адамдар соны сұрайды. Әйелім өнер жолында. Өнер жолында болғанда биші емес, мына Жетісу университетін, музыкалық факультетін Қызылға бітірген. Оның магистратурасын бітірген. Көбісі таңғалады, әйеліңіз не сахнаға шығармайсыз деп. Содан әйелім үйленгелі 10 жыл болды ғой. 10 жыл қайта декретте, сол мен декретте отыр әлі. Отырсыз қойды солай шығармай. Бірақ ол кісі әйелім аты Әйгерім. Сол өз Әйгерімнің негізгі ұнайтын дүниесі, бұл кісі творческий адам ғой енді. Бұл кісі сол қазіргі таңда мобилография, SMM, монтаж деген дүниелерді. Заманауи саланың маманы ғой? Сол маманды жақсы көреді. Соны мен қолдап, бірнеше курстарын алғызып, үйретіп, оқытып, қазір сонымен айналысып жүр. Маман дейсіз ғой? Иә, декретте жүрсе де қазір өзі бірнеше бутиктарын жүргізіп, өзіне ұнайтын іспен айналысып жатыр. Ол өзіне ұнайтын іспен айналысып жатыр, мен өзіме ұнайтын іспен айналысып жатыр. Негізі декретте отырған әйел үшін ондай жұмыстар таптырмайтын жұмыс. Үйде отырып басшылыққа бағынбайсың, өзіңмен өзің ақшаңды табасың, балаңа қарайсың. Негізі мен түсінемін оны. Иә, сөйтсем кәдімгідей ақша табады екен мен әйелім. Оны байқамай. Арасын араластыру керек деген. Енді Құдай берген 4 балам бар. Енді әке ретінде балаларыңыздың бойынан әншілікке деген қабілет байқала ма? Мына үлкен ұл Омар. Омар деген ұлым. Омар танимыз. Тиктокқа басқасын салып жатам. Біз күнде таңғы 6:30-да бірге жаттығуға барамыз. Ол кісі жүзуші. Иә, суда жүзеді. 6 жасынан бергем. Қазір міне жазда 9-ға келеді. Міне мамырдың 1 мамырда Семей қаласында, Семей аренада Қазақстан чемпионаты өтеді. Сол жүзуден. Сол чемпионатқа кетіп бара жатыр. Бірінші үлкен жарысы. Сәттілік. Соған жаңа ғана таңертең студияда шай ішіп отырып, мына бала кезде естеріңізде ме? Өтірік өлең деген айтатынбыз біз. Иә. Сонымен домбырамен орындайтын 1-ші сыныпта. Мен өзім жас күнімде қарға бақтым, қарғамды семірсін деп жарға бақтым құрдастар деп.
сол мен айтамын да, сен неге сондай ән айтпайсың домбырамен? Мен саған үйретейін десем, жоқ, әнге ықыласы да жоқ, оның спорт болып тұр. Ал енді одан кейін Хадиша деген қызым бар, таза творчествоның адамы. Қызға берілген. Түгелдей осы қызға беріліпті, бір қызға. Мен енді ойлағам ғой, ұлға берілсе екен, енді өзім өнерде жүрген азаматтар, ер азаматтар негізі бір саты жоғары жүреді деп ойлаймын. Өздеріңіз байқайсыз. Оның сөйлеген сөзі, оның жүрген жүріс ерекше болады. Сол бір ерекшелік болса екен деп ойлап едім. Бүкіл өнер қызға, өзі әнші, өзі биші, өзі домбыраға барады. Қызыңызды қаламайсыз ба өнерде болған? Ол өзі қол өнер, өзі суретші, енді бар ғой. Сол енді Қалай болады екен? қалай болар екен деп тұр, бірақ енді шын өнер, нағыз өнер бәрібір сол өзіңнің қоймай жарып шығады деп ойлаймын. Ондай болса қолдаймын. Одан кейінгі екеуі кішкентай, олар белгісіз. Одан кейін жаңа айтып қалдыңыз ғой, Хадишамен кешкі шай дедіңіз, иә? Түнгі шай. Түнгі шай, иә. Сол түнгі шайды енді түнгі шайдың телевизиялық нұсқасын жасау ойда жоқ па? Біз енді ол түнгі шай деген қызық болды. Өзі 3 жыл бір қыз болғандықтан қызды жеке меншік санаймыз ғой, енді қызды. Ерекше болған. Иә, сол қыз қонақ болғаннан кейін барлық көңіл зейінді, ықыласты мен өзім қызға қарай бұрамын. Өйткені қазақта сөз бар, қыз қонақ дейді. Иә, бәрімізге әкеміз сөйтіп ерекше көңіл бөлетін ғой. Иә, сол сияқты. Енді ол қойшы, ол да өзіміз ғой деп, иә. Әй үй деп жүре береміз. Сол сөйтіп бір түнде бір оянып кеткен кезде, Хадиша шай ішесің бе деп өзім айтып қалған едім ғой. Содан кейін, иә, шай ішемін деп. 3 жаста ол кезде. Сон түнде тұрғызып, енді қызық маған. Шайын беріп, сөйтіп, сон екінші күні тағы да сөйтіп шай беріп, сон бір күн үшінші күні түнде оятады, әке деп. Ау десем, түнгі шай ішейікші дейді. Содан басталды, сол түнгі шай, сонымен 3 жыл іштік. Қазір 6-да ғой енді. Сонан сабаққа баратын кезде қой құрсын. Сонда 2 мен 4-тің арасында оятады мені, міндетті түрде. Ол әдетке айналған. Интернет желісінен дайректке неше түрлі хаттар келді. Сіз баланың жаңағы ұйқысын бұздыңыз дегендер де болды. Бір 2-3 күн салмай қалсам, Хадиша мен түнгі шайды неге салмайсыз? Біз оны сағынып қалдық деп. Отырамын, шайын қоямын, соның камераны қосып қоямын да, басында солай басталды. Соның әңгімесін сұраймын, не болды? Сол бала қиял ғой енді. Жібереді дейсіз ғой. Жібереді әңгімені. Жаңағы клубникалар талда өседі, помидор жерде өседі деген сияқты. Енді сондай әңгімелер, бірақ сол мына неге Инстаграмда халыққа қызық екен да. Өйткені қарапайымдылық әр адамға қызық болып көрінеді. Солай шығар. Содан ерекше дайындық емес. Осы бірінші сыныпқа биыл барды ғой енді, соны қойдырдық. Әй қой деп түнде қазір жата бер, әкеп берем деп ішкізе салып сөйтіп ұйықтатып сөйтіп қойдырдық. Өйткені шынымен түнімен отырып бір 20-30 минуттай отыратынбыз кәдімгідей. Сол ұйқысын бұзам ба деп соны қойдырдық. Бірақ жаңағы өзің айтқандай Елеман телевизия версиясы деген оны маған бір ұсынған, жеке өзінің Инстаграм парақшасын ашпайсыздар ма деп бір соны қолға алмаппыз. Бірақ сол түнгі шай рубрикасы менде архивта қалды. Сол бір үлкен естелік болып қалды деп кейін өзіне көрсетемін. Түнгі шайды кешкі шай деп ауыстырып, сабақтан келгеннен кейін бір 20 минут жүріп жіберсеңіз де болады ғой, Хадиша сабақтан келгеннен кейін. Оқырмандарды сағындырып па? Оқырмандар сағындырып. Негізі иә, әлі күнге дейін кешкі шай деп. өткен жолы Алматыдан достарым келіп, есік алдында тұрып, соның анау жерде қызым ойнап жүрген, ей, мынау түнгі шай ғой. Шақыр түнгі шайды, шақыр деп. Оларға қызық, көріп қалса түнгі шай ғой. Түнгі шай деген сізге шай шығар жерге ол. Олай да болады. Апам шай деген, көп болып кетті сонда, келін шай деген. Иә, келін шай деген. Бәрекелді, енді қызыңыз қылықты екен, эстраданың түрінен көрейік енді. Ал енді Мейітаға біз енді студиямызға келген әрбір қонақпен дәстүрлі түрде өткізетін өзіміздің ойынымыз бар. Қарсы болмасаңыз, ордаға шығып. Сіз ойын ойнайық, ой жүрсек. Сізге қиын емес. Жарайды. Қазір қорқатын ма? Жоқ. Мейітаға былай істейсіз, қараңыз, түсіндірейін. Мына шетін тартасыз да, мұнан ақырын тісіңізбен тесіп аласыз. Содан ішіндегі ауаны жұтасыз да, сонымен ән айтасыз. Ән айтасыз. Сосын бәрін ұстап қалыңыз да, толғаннан кейін аузыңыз. Сосын сол кезде ән айтыңыз. Бұнан бәрін ішіңізге алсаңыз басыңызға құлайды. Мына студияда құлаққа масқарам шығып жатпас. Ауаны көбірге, соны тесіп аласыз да. Көмейіңізге дейін жұтыңыз. Жұттыңыз ба? Болды. Тесіп біте қойыңыз. Ал енді. Болсақ дағы жаңа таныс, жүзсек талғаш қайықта. Көмейге жұту керек, тағы да. Көмейге, тағы да. Көп жұтыңыз. Бірден айтыңыз, сразу ауыз айтып жіберіңіз. Болсақ дағы жаңа таныс, жүзсек талғаш қайықта. Әдеби? Әнші ғой енді, дауысты ұстауды біледі. Қалпына түсіреді. Бәрін жұтасың.
Al. Балауса қыз едің бір кезде, Әдемі? шашың ақ бантик байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойлана. Апалар да соқпады қазір. Ананы қазір Дәмі жаман ба газдың? пропан дәм сияқты десеңші. Аңсаған бақытым сияқтанып, айтуып келеді қияқтанып, жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлым, кешікпей келем деп ең. Мен тұрмын елеңде, өзім даусым оралды ғой деймін. Мен тұрмын елеңде. Негізі білініп жатыр ма сізге? Өзге дауысты айтып жатыр. Білініп жатыр. Әлде сол даусыңыз? Сіз бір кәдімгідей, иә? Маған бір сіз күшті жасап жатқан сияқтысыз дауыс. Алғыр. Бір ауылдың түлеп ұшқан жастар еді. Қайтадан. Бір ауыл. Күлмеңіз, кетіп қалады қазір. Ары қарай. Бір ауылдың. Қайтадан. Ана бәрі бітіріңіздер, күлмей. Бірден бір айтыңыз. Ал, Бір ауылдың түлеп ұшқан жастар едік, бір дәуірдің мөлдіреген. Күшті әйелдер. Керемет ойын болды. Рахмет. Бірінші мен бұлай көрген едім да, бірақ бұлай ойнап көрмеппін. Жақсы. Ерекшеленеді екен дауыс негізі. Мен сенбей тұрғам негізі Медет мырзаға. Ішіне газылып қойған. Керемет ойын болды. Иә, жетісу жұртшылығына тағы бір әннен шашу болсын. Ән орындап берсеңіз. Сен тұрғанда бар әлем ажарланып кеткендей, рахатқа мен бөленем, шуағым күн төккендей. Сен тұрғанда сұлуым, сезем жүрек жылуын, тек өзіңді ұнатып, сүйіп өтем тонығып. Ай жүзіңдей әдемі, шарлап бүкіл әлемді, таппаспын жан өзіңде, аралассам бар енді. Ай жүзіңдей әдемі, шарлап бүкіл әлемді, таппаспын жан өзіңде, аралассам бар енді. Сен тұрғанда көңілім асып-тасып төгілген, сенімен бар өмірім жайма шуақ көрінген. Сен тұрғанда сәулешім, бақыт өмір сүремін, бір өзіңді баянды бақытым деп білемін. Ай жүзіңдей әдемі, шарлап бүкіл әлемді, таппаспын жан өзіңде, аралассам бар елді. Ай жүзіңдей әдемі, шарлап бүкіл әлемді, таппаспын жан өзіңде, аралассам бар елді. Ай жүзіңдей әдемі, шарлап бүкіл әлемді, таппаспын жан өзіңде, аралассам бар елді. Ай жүзіңдей әдемі, шарлап бүкіл әлемді, таппаспын жан өзіңде, аралассам
қаласам бар елде. Бәрекелді, Керемет. керемет. Әдемі көңіл күй. Ал Медет мырза, біздің студиямызға келіп, өзіңіздің алтындай уақытыңызды бөліп, бізге сұхбат, ән айтқаныңыз үшін көп-көп рахмет. Тек эстраданың биігінен көрейік, сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Сіздерге де рахмет. Осындай шіркінай жаңағы телешоуын осы Жетісу өңіріне алғашқы болып ұйымдастырып, халықтың көңілінен шыға беріңіздер. Бағдарламаларыңыз жоғары рейтингке ие болып, Аумин. үнемі халықтың көз айнына айналсын. Аман болыңыз, шығармашылық табыс тілейміз. Облысымыздың мәдениетін биік белестерге жетелеп, өсіре беріңіз, көркейте беріңіз, өндіре беріңіз. Сізге рахмет. Иә, із қалдырыңыз мәдениет. Үлкен рахмет. Жақсы. Құрметті көрермендер, қаламызға белгілі биші, тикток жұлдызы Жасын Кәксеев. Иә, ой болса, сол қонағымызды бүгін Жасынның өзін студияға шақырып алайық. Шақырайық. Сосын сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз. Қош Мен көрдік. сізді енді биші дегенге ойладым, қазір бейт мына жерде сәл тағырсып билеп шығады екен деп. Жақсы, түріңізге жайғасыңыз. Келіңіз, жайғасыңыз. Рахмет. Енді мен сізді, Жасын мырза, біраздан бері сұхбатқа шақырып жүрмін, иә. Сәті бүгінге түскен сияқты. Негізі жұмыс басты жігіт екенсің. Ал сіздің енді осы би үйірмеңізге бару енді көп қыздың арманы. Келіншектердің арманы десем де болады. Мен өзім де жазыламай жүрмін. Мен биіңізге бару үшін шын жазыламай жүрмін. Өз басым көбінесе арықтақсы келетін қыздардың барып арықтап жатқанында естіп жүрмін. Жалпы өзіңіз биге қалай келдіңіз? Көпшілікке үйретесіз, сізге кім үйретті? Мен бала кезімнен биге қатты қызыққам. Енді біз бала кезімізде барлығы білесіздер. Енді күреске қатысқанбыз, барлығымыз бір 2 жыл күреске қатысып, одан қалаға келіп, қалада би өнерін көріп, қызығып, 8-ші сыныпта заманауи би бағытына биге қатысқам. Содан келе, міне бұйырса. Негізі юрист мамандығын бітірген бұл, заңгермін. Мамандығым заңгер, иә. Бірақ жаңағы өзіме ұнайды, билеген. Сондықтан биде келдім. Кәсіби биді бітірмедіңіз, би сабағын, би. Кәсіби биші емес. Қайдан үйрендіңіз? Кім үйретті сізге? Сонда қызығушылық 8-ші сыныпта болды ма? Бұл жоқ, бала кезден табиғаттан деп ойлаймын. Нағашы апам, нағашы атам, және шешем, иә. Биші емес, бірақ андай икемі бар, иә. Мүмкін солардан берілді деп ойлаймын, арқылы өзім жаңа еңбектеніп, жаңа 1% еңбек, 1% талант, 99 еңбек дейді ғой, мүмкін содан кейін шығар деп ойлаймын. Сонда биші болуды 8-ші сыныптан бастап кәдімгідей армандадым дейсіз ғой, иә? Армандадым, иә. Арманда жетіп отқан бишісіз ғой бүгінде. Сахнаға шығуды армандадық қой. Сахнаға шығуды армандадыңыз. Енді былай болады ғой, кез келген биші, кез келген армандаған арман иесінің бір кумирі болады сол уақытта. Сіз 8-ші сынып оқып жүргенде кімге қызықтыңыз, қалай пайда болды? Мысалы бір үйде жатып, бүйтіп ойда жоқта биші болып кетейін деген жоқ шығар. Міндетті түрде бір ой келді ғой бір. Бірдеңе түртті ғой кәдімгідей. Ол кезде DVD дисктар болған, білесіздер ме? Иә. Сол кезде шетелдің киносы «Шаг вперед» деген кинолар болады. Иә. Соған шешем. Бәріміз көрдік қой. Иә, соны анама, шешеме айтып, маған дискіні алып беріңіз. Ол кезде баласың ақшаң ештеңе жоқ қой. Сол дискіні алдыртып, үйге апарып көріп, сол киноларға қарап, сол жерден мүмкін алдым деп ойлаймын. Содан шабыт алдым. Иә, содан шабыт алдым. Енді біз әдетте би дегенде біз қыз баланы ойлап тұрамыз, қыз баланы береміз. Мысалы, ұлдарды күреске, су шомылуға, жаңағы жүзуге баулып жатады ғой, спортқа дегендей. Сізде мысалы, мамаңыз, анаңыз қарсы болмады ма осы биді таңдай, биге барам деген кезде, билеймін дегенде? Сахнаға шығудың биден де басқа өнер түрлері бар ғой, мысалы? Әрине қарсылық болды. Мен қанша деймін айтайын деп отырғаннан менталитетке кішкене келмейтін жағда болады. Иә, ол да ауылда өскеннен кейін ол да көбінесе жаңағы 50-50 ше, кейбіреуі қолдайды, кейбіреуі қолдамайды. Анам ең басында биді бастаған кезде, бұл не керек саған, бұл саған табыс болмайды, ертең нан болмайды, нең бар деп. Сол мен өзім ішімнен ойладым, жоқ, мен дәлелдеймін, мен осы би саласының жаңағы ең биік шыңында тұрам деп ше.
бұйырса енді соған келе жаңа шаг за шагом келе жатырмын. Иә, еңбек етіп жатырмын, келіп жатырмын бұйырса. Нан шаг билет жасап жатырмын ғой. Қазір енді осы кәсібіңіз ғой, енді қазір нәсіпке айналып жатыр ма? Осыдан ақша табудасыз ба? Әрине, иә. Жалпы ақша табу, көз табысым мен осы жерде балаларға сабақ беремін. Өзім Талдықорған әуендері би ансамблінде балет әртісі болып жаңа билеймін. Және жаңағы үлкен кісілерге, үлкен кісі болғанда әйел адамдарға қалай айтсам болады, йога емес, заманауи би бағытында, жаңа арықтау мақсатында. Иә, соны айтамын. Иә, сонымен көз табым. Хоп деп жасайды. Иә, енді қазір сізді енді біз осы Талдықорғанда биші дегенде біз өзіміз көп ер азаматтар тани бермейміз. Жаңағы Бекзат Ағияр мен өзіңізді ғана білеміз. Онда да сізді Бекзатты сахнада танысақ, сізді TikTok арқылы таныдық. Сол TikTok'тан қазір көріп алайық. Көрермен де көз жүгірсін. Қателесіп 1 миллионнан астам қаралым одан да көп. Соңғы билері тіпті одан да көп қаралым жинауда. Bir bilet koşuşmuş, жіберіп аясына. Негізі, мына жерде керемет би деген, сіз тойға биге шығасыз ба? Иә. Жеке? Жоқ, топпен шығамыз. Халтура деп қойсайшы. Халтура деп қойсайшы. Ол да ақшаның табу көзі ғой. Қандай би билейсіздер? Ол жақта біз народный билей береміз. Қазақша, лезгинка, жаңағы латина, диско, дала сарыны, 90-шы жылдардағы билер. Жаңа балаларыңыздың биін көрдім да, өте керемет, қазақи, үйлесімділік бар, бір тарихтан сыр шертетін сияқты. Бірақ сіздің TikTok-тағы билеріңізге қарап, мынандай би үйрететін ұстаз деп айтуға келмейді да, өйткені TikTok-та мүлде басқа, мына жақта үйретіп жатқан биіңіз мүлде басқа. Жалпы бидің қимылдарын өзіңіз қоясыз ба, жоқ әлде бір белгілі бір сіздерде бидің саласында жаңағы өзінің бір ережелері бар ма? Оқытын кітап бар ма деп қойсайшы, қарап бүйтін былай қойып. Қимылдары бар ма деген? Жаңағы биді қояр кезде жаңа өлеңді бірінші аласыз ғой, бірінші өлеңді алып, сол өлеңді тыңдайсыз. Одан кейін ол еще ол бәрін көзінше болмайды, ол жеке болады да. Өзің аурасың, өлеңді аласың да өзің отырасың жаңа тыңдап, өзің визуально қойып, қалай болады екен бүйтіп. Одан кейін шабытың ашылады ша. Үстіп отырасың да, ойыңды қоясың. Сол ойыңды қоясың да, ертеңгісін студияға барып, соны қойып көресің ғой, шынайы өмірде ше. Былай жалпы көбінесе шабытты үйден аламын ғой. Қимылды өзіңіз қоясыз, иә? Сонда бірінші әнді тыңдап аласыз, соған байланысты, сөзіне байланысты биді қоямын. Мен негізі ойлап жүрмін, бірінші би қояды, одан кейін музыка таңдалады деп. Ана енді есімесі құралай көздегенде бит билейді, сонда көзін бит көрсетеді екен ол би. Енді түсініп Қиын негізі. Сол жақ қиын негізі. Негізі, енді парақшаңызды көреміз ғой, өмірде араласып тұрамыз, парақшаны қарап тұрамыз. Шәкірттеріңіздің көбісі қыздар екен. Шәкірттерінің қызы болғаннан кейін қыздармен жұмыс жасау қиын емес па? Бірінші сұрақ, екінші сұрақ, неге ұлдар аз бізде? Би саласында. Би саласында. Бүйтіп таусақпен санап алып, жарқын, жасын деп ше кәдімгі. Санап алып кәдімгі өзіміз білетіндерді. Ол жағын мен білмедім. Көбінесе ұлдар келмейді биге. Қыздар да бізге өзі әрең келеді, ұл хореографқа ша, мысалы ша. Мүмкін менің жаңағы TikTok-да видеоларым танымал болып, одан кейін келіп жатқан жер, былай жалпы еркек адамға көбісі жаңағы қыздардың немесе ұлдардың биге бермейді да. Сенімсіздік қой енді, былай еркек адам деген ол жалпыласын бір еркек қой енді былай қарап. Ол негізі бұл мамандық қыз балаға жарасымды деп ойлаймын да енді. Бірақ еркек билесе, оны дәмділеп, күшті қылып билейді да. Еркектердің де билейтін бар ғой, жұтпен билейді. Өзі жалғыз, мысалы, қара жорға, жаңағы не билер бар ғой, тау халқының билерінде, бұл жерде жігіттердің биі басымырақ болып тұрады. Мүмкін мен ойлаймын, қыздар мен ұлдар арасында ұлдар басымырақ деп ойлаймын, билегеннен ше. Билегеннен, иә, өйткені энергетикасы бөлек болады. Энергетикасы бөлек, және ұлдар жаңа биді дәмді қылып көрсетіп бере алады да, дәмін шығарып ше, кәдімгі тағам жасаған кезде сіздер жаңағы морковын турап, жаңағы сағын салып, соны тұзын ұмытып кетсеңіз дәмі жоқ қой, тамақтың дәмі болмай қалады да. Ауылдар сол тұз деп ойлаймын да, тұзды қосып, сонымен дәмді болады деп ойлаймын ше, негізі. Енді сол ер азамат бір бастаған жұмысын
соған өзін бастаған қызмет саласына, өнеріне толықтай ер азамат толықтай арнайды. Ал қыз бала деген қаншамен биге өзін толықтай арнады дегенмен ертеңгі декретке шығып кетеді деген сияқты. Кейбір кездерде кенжелеп қалуы мүмкін қыздарда, иә, дұрыс қой, солай. Жасымен келісемін, өйткені жасында ұлдар тамақ жасаған кезде де жігіттер олар аямайды ғой. Экономить етпейді. Сосын олар тамағда дәмді болады. Биге келгенде де сол сияқты ғой, барын салып береді ғой. Барлығын салып береді. Қыздар енді келесі биге деп энергиясы шығару мүмкін. Үйленеміз деп отырады ғой, жаңа кім айтқан сияқты. Негізі өзіңіз осы TikTok болмаған кезде де билеп жүрдіңіз ғой жалпы. TikTokта тек хит болып жаттыңыз. Оған дейін сізді танымайтын едік мысалы да, TikTokта сіз сияқты көп осындай жастар осы TikTok арқылы танып жатыр. Бұған көзқарасыңыз қалай? Жалпы өнерге көзқарасы кенжелеп қалмай ма? Осы танылам, хайп қуалайым деп жүріп, тек қана ан жақта. Сіздің де TikTokқа салған билеріңіз 3 минутқа бармайды ғой, 1 минутқа да бармайды. 40 секунд, 30 секунд болады. Ол қысқа билер ғой, былай қарап тұрсаңыз. Қаншалықты бұл дұрыс? Хайп қуалау, бимен. Хайптың екі жағы бар ғой, жаңағы ақ жағы, қара жағы. Черный пер. Черный хайп тоже хайп дейді негізі. Ол да бар ша. Ол жаман комментарий болса да, ол сізге жақсы да, мысалы ша. Ол сізге жамандайды, артынан біреу жақсылайды, оны жаңағы комментарийдің артынан комментарий. Жалпы келе жатқан жастарға негізі қарсы емеспін, иә. Өздерінің таңдауы, өздері біледі. Қазір енді заман сондай болып кетті ғой. Енді біз кішкене шектеліп тұрамыз ша. Жаңағы өнерде TikTokта немесе Instagramда бұл менің образым деп ойлаймын ша. Образым, мен билеймін, майысам, барлық немді көрсетемін ша. А былай жалпы өмірде мен қарапайым қазақтың жігіті, өзіміз сияқты. Білеміз ғой, иә. Огород қазып жүрген жігіттерміз. Енді өзіңізге жасын бидің қай түрі ұнайды? Мысалы, жаңа айттыңыз, диско деп жатсыз, көп дала сарыны, ода кішкене дәстүрлі деме білмеймін, сондай бағыттағы ма? Дәстүрлі би ма? Қайсысы ұнайды сізге өзі? Болмаса, андай заманауи би ұнай ма, жанры қандай бидің өзіңізге, жүрегіңізге жақын? Жалпы барлық билер ұнайды, бірақ арасынан таңдап алсақ, свободный стиль, жаңағы заманауи би бағытында свободный стильдер болады. Ол жақта жаңағы хип-хоп, поппинг, вакинг дегендер өте көп қой. Қолмен билеу, аяқпен билеу, жерде жатып билеу, брейк дейді. Ал менде жаңағы оның соның барлығын бірге қосып, свободный стиль дейді, бір өлең қойылады, импровизация, өзің билей бересің. А былай народный билден енді қазақша өзімізге ұнайды, бірақ енді тау халқы биі, лезгинка, өте керемет. Ол ерекше шабыт. Ол ерекше. Тау халқы би деп айтып жатыр ғой, осыдан біраз жылдар бұрын. Жасын білеміз ғой, тойда жүргеннен кейін қоғалға тойға бардық бірге. Жасын қонақ болып бардық, біз той басқарып бардық. Сол кезде мен Жасынның лезгинка билегенін көріп кәдімгідей таңғаламын. Оған дейін білетінмін ғой, биші жігіт екенін араласатынбыз. Бірақ та андай еркін қонақ болып тойда билеген бір рет сол кезде көргенмін. Ана жерде 200 бір бөле адам отыр залда. Жасын шығып лезгинка билегенде, халықтың бәрі құлады ғой кәдімгідей. Сол кезде кәдімгі таңғаламын, лезгинка деген неден керемет. Бізге келген қонақтардың бәрі сенімен тойға барған сияқты ғой. Бірге тойда жүрген сияқтысыздар. Жалпы ана билеген кезде енді бидің кез келген, маған биші дегенде кез келген музыка ойнайды, билеп кете беретін адам көз алдыма елестейді. Сіздерде сондай ма? Қандай би өлең қойылды, билеп кете бересіздер ма? Қимыл жасап? Иә. Кез келген би. Иә, біз мамандық болғаннан кейін біз сразу алып кету керекпіз. Ол импровизация дейді, жаңағы айтып кеттім. Любой өлеңге қимылды келтіре білу жаңағы. Өлең қойылады, сәл естіп аласың да, одан өзің билей бересің ғой. Енді маған негізі қазір жігіттердің көп билеп жүргені өзіңіз сияқты жалпы маған ұнайды. Себебі бір кітаптан оқып қалдым мен, қазақта би өнері болмаған деп жатады. Тіпті мына Қара жорғаның өзін шетелдегі қандастарымыз алып келді деген пікірлерде айтылуда. Сіздің өзіңіздің ойыңыз қалай болған? Жалпы би өнері бізде болған ба? Әрине болған. Мен көбінесе жаңағы... Зерттейсіздер ғой сіздер достығы? Жоқ, мен зерттемеймін, шынымды айтайын. Мен қатты зерттемеймін жаңағы. Ондайға қатты кіріспеймін, жалпы былай. Осы салада, осы би өнерін дамытқым келеді да. Былай қарап тұрсаңыз, жаңағы Шымкент қаласы, Ақтау қаласы, Тараз қаласынан жаңағы блогерлер бар ғой. Көп танымал, TikTokта сол жақтың жігіттері өте танымалшы. TikTokта ашып қалсаң, сол жақтың Шымкент, Атырау, Тараздың жігіттері деп атады. Ал бізден көп шықпай жатыр да, Талдықорған, жалпы Талдықорған қаласынан. Мен енді сол осы би жағын қуалап, соны алдыға шығарсам ба деп ойлаймын. Бірақ енді бір класстасымыз бар жаңағы. Қанатамыз. Класстасың, иә білем. Сол мені сыныптасым. Класстан екеуміз ғана шыққанда
сол жігіт танымал болып жүр, қазір енді біз артынан еріп жүрміз. бәрекелді, керемет. Керемет. енді жаңағы шаг вперед деген айтып кеттік қой, бағана соған қарап өстім дедіңіз. ол енді батыстың киносы ғой, енді шетелден келген кино. Сол сияқты конкурстарға бару ойда бар ма? Өзіңіздің жаңа өзіңіз айтқан еркін стильді қалыптастырып, өзіңіз қолданған үлкен жаңа шетелге, Америка, басқа Еуропаға бір сондай бір баруға ойда бар ма? Әрине бар, ол ойда бар, ол арман деп ойлаймын, ол мақсат алдыға қойған. Оған енді Талдықорғанда енді танымал болып жатырмыз, тиктогымыз енді дамып жатыр. Енді келе енді соған баратын сияқтымыз ақырын. Бала кезімде бір рет барғам ондай неге. Қай жерде? Алматы қаласында болған. Jazz Debut деген батыл болған. Үлкен батыл, жаңа ояқтан Франциядан, Қытайдан, Америкадан, жақтан келеді. Соған барып, алдын ала 3 күн бұрын барып алғам ғой. 3 күн бұрын барып, дайындалып, түні бойы ұйықтамай, мына жерде былай істеймін, мынаны былай істеймін, қимылдарымды отрабатывать етіп, болды. Сол ұйықтайтын күнім ертеңгісі сағат 9-да сол батылым басталады бұйырса. Кеш жақын ұйықтап, таңертеңгісін қалып қалғам ғой. Сағат 9 жарымда тұрам. Ой, бұл деп тайшы шақырып барсам, уже басталып кетті. Уже кіргізбей қойды. Регистрация өтіп кеткен. Бітіп кеткен уже барлығы. Ой, жарайды дедім. Бұйырмай тұр ғой. Бұйырмай қойды, одан Талдықорғанға қайтып кеттім. Былай жалпы ойда бар шетелге барып, жаңағы мастер-класстар алсам ба деп ше. Үлкен бишілерден. Негізі біздің қаламызда өзіңіз осы салада жүрсіз ғой. Неге осындай жастар арасында заманауи би үлгісімен батыл ұйымдастырмасқа? Жастар көп қой қызығушылығы артып жүрген қазір. Біздің Талдықорғанда батыл мүлде болмаған сияқты, мен көрмеппін батыл болды деген. Енді болды я? Оқушылар ұйымдастырумен бір жастар үлкен біздің қалалық не облыстық деңгейде болған жоқ қой? Жоқ, ол болады әрине. Жоспарда бар ма сізде? Өзіңіз ұйымдастыру? Өзімде жоқ, ол өте уақыт жоқ десеңші, алда концерттер келеді 7 майға деген сияқты. 1 май, 7 май концерт келеді жастар. Ол пока ойда жоқ менде. Қалай үлгересіз? Қазір өзіңіз концерт бересіз, жаңағы топтамын дедіңіз ғой. Мүшесімін дедіңіз, бізде істейсіз. Ал Талдықорған әуендері? Талдықорған әуендері би ансамблінде жұмыс істеймін. Қазір жеке өзіңіз шәкірт тәрбиелейсіз. Бриллиант шығармашылық студиясында. Жеке кәсіпкердің несі ғой енді. Қалай үлгересіз, екі жаққа уақыт табасыз? Ана жақ шақырып қалсам, мына жақта шәкірттеріңіздің вейі ақсап қалмай ма? Бізде гибкий граффити, графигіміз ненормированный ғой. Балалардың сабағын шегеріп, болмаса алдын ала қойып аласынша. Мына жақтағы концерттеріңді бірінші сөйлесіп аласың, қай уақытта екенін біліп аласың, одан ата-аналарыңа жазып, болатын уақытында емес, сәл ертерек келіп, мен сабағымды өткізіп жіберсем, қалай қарайсыздар деп. Келсек, келіп өткізіп аламын, соны мына жаққа кетіп қаласың. Енді солай. Сол шәкірттерді қалай таңдайсыз жасын? Белгілі бір талап бар ма? Мысалы, кейбір балалар болуы мүмкін, мүлдем биге икемі жоқ, бірақ ата-анасы қолынан жеткізіп әкпілет үйірмеге. Сен биле. Биге барасың. Билемесең болмайды. Кезінде мен билегім келген, қазір өзің билемеді, сен билейсің дейтіндер болады ғой. Ондағарда болады, бірақ ең басында бізде бір сабақ, пробный сабақ болады. Балаға қараймыз, баланың ынтасына, баланың өлең тыңдауына, икеміне, жаңағы гимнастика, барлығына қарайсың. Одан кейін әдейі анасының көзінше өзінен сұраймыз, жеке мамасына қаратпай, билегің келе ма? Өзің биге келдің ба? Әлде үйде сені қинап алып келді ма? Соны әдейі сұрап аламыз. Ешкімге айтпай, алдын ала ескертпей сұрап аламыз. Сол кезде балаларымыз айтады, өзім келдім, қатысым келеді, мен сізді тиктоктан көрдім, ағай, мен сізге келем дейтіндер бар. Одан кейбіреу бар, жаңағы ұялшақ қыздар келеді, мамасы алып келіп тастап кетеді. Соны қазір келем дейді, кетіп қалады, ана қыз бүйтіп отыра береді, жылайды. Бірақ көбінесе жаңа тиктоктың арқасында маған қыздар көп келеді қазір. Білмеймін енді. Әкелері қарсы шығар мүмкін. Бірақ аналары кәдімгі алып келіп, біздің қыз билесінші, күшті билейсіз, қызым да сізді тиктоктан көріп билегісі келеді деп. Жалпы сондай. Енді мүлдем биге икемі жоқ адамның биші жасап шығарған кезіңіз болды ма? Мүлдем бикемі жоқ, әйтеу бір концертке билеп шығу керек деп билеп шыққан кездер болды ма? Ол кісілер ат жағына оятып жүрсін. Ондай болады, ондай моменттер, сіз айтқаныңыз дұрыс, сәл артқа қоясыз ол кісілерді. Бірақ уақыт қой, бәрі уақытымен билетуге болады барлығынша. Барлығын икемін шығаруға болады. Енді көбінесе 3 күн ғой, 3 күнде үйренесің ғой. 3 күнде қатты қинап үйретіп жіберсең, желаниясын ашып жіберсең, үйреніп кете алады. Ал енді жаңағы жұмыс барысында бір қызықты, қандай жағдайлар болады мысалы? Көп қой бишілерде деген қызықты бір есіңізде қалып кеткен кәдімгідей бір
Сахнада болсын, ол тыс болсын. Турция қаласында болған. Мемлекетінде. Біз жарысқа бардық. Талорна өнер би ансамблімен жарысқа бардық, дайындалдық. Біздің билейтін уақытымыз келді. Билеп жатырмыз. Сосын билеп болғаннан кейін біз 4 жігіт алдыға баспен айналып келіп, тұра қалып поклон беру керекпіз ше, былай айналып келіп. Курок жасап. Курок жасап келіп тұра қалу керекпіз. Сонымен жаңа беріліп кеткенбіз ғой енді. Қазақ нені басқа елдесің, күштеп билеу керексің, намысың бүйтіп тұрады ше, ерекшеленіп тұрасың. Ары бері билеп келіп қатты секіріп жіберемін ғой мен алдыға қарата ше. Сахнадан арғы тыс шығып кетемін ғой. Айналып кетемін да, жерге топ ете қаламын осы жерде ше. Тура бір түрік қыздың алдына барып топ етсем ғой ше. Елдердің бәрі. Иә, өйстіп тұрмын ғой ше. До конца биді бітіру керек қой. Өзім күлгім келіп тұр, ана қыз күліп тұр. Тұрамын да, поклон беремін да, жүгіріп кетіп қаламын ғой. Ойбай, сыртқа барамын, барлығы күліп сол жерде. Сен қалай ұшып? Бастысы тұрдыңыз. Бастысы тұрдым, топ етіп құладым ғой алдына, тура. Әдемі құлапсыз енді. Әдемі құладым, тура аяққа құладым. Сондай қызықты кездер. Негізі бастарыңыз айналып кетіп, көбірек айналып жүрген кезде қалып сахнада ондай жоқ. Жоқ, ондай. Енді былай болады, жаңа қыздарымызды айналдырып, пармен билейміз ғой. Қыздарымыз айналып жатқан кезде қыздардың аяғы шыдамай кетеді, болмаса жаңа точка ұстай алмай қалады, и қыздарымыз айналып кетеді ше. Концерт уақытында дәл ше. И сол жерде білдіртпеуің керексің да. Ұстап қалу керек. Ұстап қалып, көтеріп алып кету керексің ғой, бірдеңке қылып ше. Көтере алмайтыныңыздар осы. Сіз қарайтын шығарсыздар. Шүйрейсіз олар. Олар тартамыз. Жоқ, енді жаңа көп мен естимін үлкен қыздардан, біз сияқты келіншектерден сізге барады екен, жазылады екен. Мен арықтаушым бар, мен 3-ке барам салдым, мен 10-ге барам салдым деп жатыр. Сонда бір арықтаудың биде бір қимылдары бар ма? Жоқ, үйде отырып та кез келген биді билеп арықтай беруге бола ма? Жоқ, үйде отырып, менің ойымша үйде отырып арықтай алмайсыз. Тек биге келіңіз. Кухня жақын ғой өйткені. Кухня жақын ғой. Жоқ, жалпы біз ана жақта көрдіңіз ба, сіз биге келесіз, сол жақта атмосфера ғой уже. Атмосфера, қимылмен жұмыс істейсіз, өлең қоямыз, басқаларына қарайсыз, тырысасыз. Сол қимыл арқылы салмақ тастауға болады. Әрине, бұл биде бұл негізі спорт қой, қарап тұрсаңыз. Ол жақта да сіз травма аласыз, тізеңізді тартасыз, қолыңызды жаңағы майыстырып аласыз. Жалпы би арқылы салмақ тастауға болады. Бізге қанша? Бағасы? Келісеміз десек. Келісіп жақсы, барам сізге жақсы. Би деген спорт деген рас, талай қыздарды көреміз ғой, аяқ қолдары көгеріп, құлап, одан қалса мен билеп жатқанда мені құлатып алды деп біреу жылап келеді ғой кәдімгідей. Не болды десем, бүгін мен билеп жатқанда мені құлатты деп, аяқ қолдары көкпінбек, тізе деген көгеріп кеткен. Сондықтан билегенде жауапкершілік жігіттерде басымырақ болатын сияқты, өйткені қызды қуаттау керек, қасыңда ұстап жүру керек. Енді жеке доминировать етіп алып жүресіз ғой. Иә, ол сопровождать дейсіз ғой. Енді жеке негізге отбасыңыз туралы сұрайық. Үйленгенсіз ба, бала шаға бар ма? Үйленбедім. Бойдақсыз ба? Үйленбедім. Барлығына қызық шығар ол. Жоқ, бойдақпын, үйленбегем. Жоспарда бар ма үшін үйлену жалпы? Бұйырса көреміз. Қалай болады екен ол енді алдын ала айта алмаймыз ғой. Алдын ала айтсақ ол да орындалмай қалуы мүмкін дегендер бар ғой. Тойға барып тұрмыз, қоямыз. Бұйырса талдырған тойға келесіздер ғой. Бәрекелді. Енді бізде әрбір жас мырза келген қонақпен ойын бар. Ойын ойнатамыз. Енді сізбен де сол үрдісті жалғастырайық, ортаға шықсақ. Теңіз. Гір көтереміз қазір. Еламан екеулерің жарысасыздар. Кім көп көтереді екен? Билеп тұрып көтерсеңіз де болады. Өзіңіздің кез келген бір қимылыңызды жасап. Енді Еламан билей алмайды, түрінен көрініп тұр ғой, екем жоқ меге. Сондықтан сіз көтеріңіз. Ал жасын өзің бастаңыз. Ал енді екеулеріңіз жарыстырайын енді. Жоқ, жасын өз бастаңыз. Сізді енді мен білем, тиктоктан сіз гір көтересіз негізі. Гіртасын. Болды ғой? Қалқамай, Еламан намысты қолдан берме. Көп емес, 16 килограмм екен енді. 1, 2, 3, билемейсіз ба? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Ой, болды, мен көтермей ақ қойын, жасым. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Қалыс қазір видео. Әне. Ал, Еламан. Ой, мен жете Сен алмаймын ғой. 50-ге жет енді бір. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 32, Ой, осылай, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, осылай. 60. Болды. 60 деген нормально. бәрекелді. Нормально. Керемет. Негізі ауыр, қанша салмақ? Өшіп қаласың. Қанша килограмм? 16. 16 килограмм, иә. 16 килограмм. Жасын мырза негізі тең. Озып кетті менен. Иә, осы. Екі жақ бірдей. Енді сіз сияқты биші келгеннен кейін біз көрерменге ол тұрмақ мен жасамаймын. Әдемі. Ал Жасын мырза, көп рахмет. Сізді биіктерден көре берейік, осы би өнерін дамыта беріңіз. Біз би өнерінде атыңыз қалсын. Сіздерге көп рахмет. Рахмет Жасын. Өнеріңіз өрге жүрсін. Сізді биік би ареналарынан көрейік. Қазақ би өнерінде есіміңіз алтын әріптермен жазылып қалатындай деңгейге жетіңіз. Тілексіміз. Рахмет сіздерге. Аман болыңыз. Ал қымбатты көрермен, бізге берілген уақыт әніміне дегенше өз мәресіне жетті. Әттеген-ай деген сәттеріңізден, шіркін-ай деген күндеріңіз көп болсын. Қымбатты көрермен, жексенбінің кешінде сіздермен келесі жүздескенше асықпыз.